Махаббат қызық хикая. Қырық алтыншы бөлім. Жиырма бес 44 жауап бер. 25-44. 25-44 тыңдап тұр. Іздеудегі адамды ұстап отырған жер анықталды. Түсінікті. Төрем, хабар келген сияқты, жылдамдатты ғой. Синан, бір өзгеріс бар сияқты. Басыңқыра, Белент, басыңқыра. Қайда? Пелин қайда? Осында ма? Түнде осында болған сияқты, комиссар. Жіпті қиып қашқан. Саусақ ізін алуға тапсырма бердім. Бізге қосымша 3 топ жіберсін. Құп болады. Сендер жан-жақты іздеуді бастаңдар. Көліктерді тоқтатыңдар, бәрі тексерілетін болсын, түсінікті ме? Кілтті бер. Синан, сандырақтамаш. Кілтті бер дейім саған. Синан, болды, қыз балыққа салынба. Қайда барайын деп едің, қолыңда мекен жайы да жоқ, Синан. Синан, Пелин табылған кезде әуел сені іздейді, ешқайда кетпе. Оны өзім іздеп табам. Кім ұрласа да маған жауап береді. Кілтті бер дедім. Сөздің қысқасы, қалай болса да мені бұл жерден шығаруға тиіссің. Ақшаңды төлей. Қолдан келгенін жасайым. Жақсы. Терезені ашайын ба? Ашайын ба, ашпайын ба? Жабық жерде булығатын ауруың бар ғой. Басымызға бәле боп жүрме. Ашам онда. Сосын ойбай суықтап қалдым, ауырып қалдым, түшкірдім, пысқырдым деп басымды қатырма. Айналайын, ашатын болсаң ашты, өшір шыныңды. Бауырым, сен тыныш отыршы, қыстырыспай отыр. Бұл негізі екеуміздің арамыздағы мәселе. Құдай-ау, біздің кісі өлтірмейтінімізді білесің. Неменеге қашасың? Сен көп сөйлеп кеттің. Бет алды сөйлеме. Мен қайдан білейін? Біреуің айттыңдар ма? Олай десең, әрине. Дұрыс. Бұл айтқаныңның жаны бар. Бірақ мен саған қызым бар екенін, үйленейін деп жүргенімді түгел айтып бердім ғой. Саған бүкіл сырымды ашып бердім ғой. Әке шешем, жігітім бәрі қан жұтып отыр. Менің бар ойым соларда, басқа ештеңе қызық емес. Жаңағы жігітім деген жігіттің аты Синан бе еді, кім еді? Я. Сен қайдан білесің? Әке шешең мен жақындарың уайымдап, қан жұтсын демесең, ол жігіттен аулақ жүр. Оқтың ба? Джейда. Сендерді Джейда жіберді ғой, я? Әбден есі ауысқан екен. Кестік қой. Синанға енді жоламайсың ғой. Сен сұрағыма жауап бер, Джейда ма? Ол жағы құпия. Ал сен ақылды бол. Әйтпесе қиын болады. Синан мені сүйет. Ал мен Синанды сүйем. Әлгі данышпан бастықтарың мұны білсе, махаббатты түсінсе, адамды қорқытып сүйіктісінен айыра алмайтынын түсінер еді. Бәрекелді. Ал менікі осындай мінез көрсете алмады. Шешесінің айтқанына қарсы шыға алмады. Құдай тілеуіңді берсін. Не? Білем, Пелин, қатты алыстап кетпегеніңді білем. Қайтсем де табам сені. Егер таппасам, өзім жоғалам.
Ойбай, ойбай, ой, Хафиза тәте, ойбай, ай, Хафиза тәте. ай, балам, ай. Осыншама аңқау болармысың, мың рет алдадым, үнемі сеніп қаласың. Аңқауым, ай. Не керек сізге, Хафиза тәте? Асығып тұрмын, азық-түлік апаруым керек. Қане көрсетші, не әкеле жатсың? Оны қайтесіз? Ет, сүт, жұмыртқа қой. Көрсетсең шенді, ой тоба, алып қоймаймын ғой. Не алғаныңды көргің келіп тұр. Ой. Мынаны қара. Қара сумен қайтаратын адамдарға кілең бренд заттар алыпсың. О, құдай тоба. Көрдің бе? Сендерге көмек беруде міндет болды. Адамгершіліктің жоғалғаны ғой сонда. Солай шығар. Жақсы, рахмет. Ойлап көріңдерші. Мен Синанды тастасам, Синан мені тастай ма? Сендердің әлгі данышпан бастықтарың ол жағын мүлдем ойламаған сияқты. Жігіт адам әр кетсе 3-4 күн жылайды. 5-ші күні жыламақ түгілі есіне де алмайды. Сандалыпсың. Синан мені жылдар бойы күтті. Студенттік шақтан ғашық болған. Бірақ мен ғашық болмадым. Тіпті жүрегін жарылғаным да бар. Ой, жарайды қойыңдаршы, сендерге қатысы жоқ, оны неге айтып отырмын? Білеміз ғой, қандай қыздан сұрасаң да. Ой, бірінші жігітім маған өлердей ғашық болған дейді. Оның рас енді. Әрине, сендер Синан екеумізді көрмегесін білмей отсыңдар. Оның да рас. Маған да қосыласың, оған да қосыласың. Тым құрығанда бір сөзді болсаңшы. Енді ойланып отырмын ғой. Мысалы қараш, ант етейін. Қызым мен қызымды ешқашан тастамаймыз. Айрылмаймыз. Әне, естідің бе? Айтпақшы, оны Нидерландық жігітпен таныстырған. Жігіттің осында пәтерлері бар. Менің болашақ жарым менің жұмысымды біле тұра, Оғызхан деп тұрып алған көрінеді. Қуаныштымын, Оғызхан. Әй, ми құламай. Айт, туған күніңді де айт, мекен жайыңды да айт, телефон нөміріңді айт. Ай, мен сендердің есімдеріңді қайтем. Сендер бұйрыққа бағынасыңдар. Маған керегі сендердің бастықтарың. Оның кім екенін де біліп ал. Алла разы болсын. Түсінігі мол қыз екенсің. Оғызхан. Сенікі? Белин. Қуаныштым. Біз де оның атын білеміз. Алло. Ай, ағасы рөлде отырып телефонмен сөйлеспеш. Жақсы. Жарайды. Түсіндім Басеке. Кім екен, не деді? Манағы жер полиция тауып апты, жан-жақтан іздеп жатыр. Енді қайда барамыз? Артқа қайт, артқа. Әй, артқа қайтайық, естіп тұрсың ба? Ай, Тоқта! Құдды артымызда полиция жоқтай. Сендердің шаруаларыңа араласпайын десем де өздерің түк білмейді екенсіңдер. Сенің айтқаның да дұрыс сияқты. Құдай ай, үйлене алмайтын болдым ау. Сәл ғана қалды, қазір жетем. Не істемекшісің? Қайда барамыз? Мына жерде жанама жол бар. Сонымен жүреміз бе? Жоқ, әңгіме болсын деп айттым. Ағатай, әңгіме айтпа маған, әңгіме айтпа. Мен қорқып отырмын, түсінесің бе? Енеме той жасаймын деп едім, менің тойым әлі болмады. Жастығымды қор қылдың ғой, қор қылдың. Ай, Құдай үшін, бұл жол шетіне тоқтап сөйлесші, өз өміріңді ойламасаң да менікін ойла. Тоба. Алло. Жарайды, түсіндім Басеке. Мақұл, құп болады. Сіз уайымдамаңыз. Белин? Жоқ, Басеке, бәрі жақсы. Сәл ғана үзіліс жасадық. Түс көктен, түс!
Қарнас, тоқта, қашпа! Жіберші, Құдай үшін, жайма қойшы жалынам. Ашуыма тиме. Менің мінезім жаман. Оқтың ба? Оқтым, жарайды. Қараш тоқтадым. Ешқайда кетпеймін. Болды. Тыңдашы, менің ешқандай зияным жоқ. Оқтың ба? Не істедіңдер оған, а? Не істедіңдер? Pelin! Хабар жоқ Ырзаби. Pelin! 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 Pelin, gözünü açшы. Pelin, oyan deyin, Pelin. Pelin! Pelin, açшы gözünü, Pelin. Sinan gele жатыр. Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim? Неше жыл ұйықтадым. Оралыңмен, жаным. Мен оянғанша оқуыңды бітіріп,
Дәрігер болдың ба? Айна, маған тез айна бер. Неше жаста екенімді көруім керек, тез әкел. Әлде қатты қартайып кеттім бе? Сені бәрі таңғыт дей ме? Мен дәрігеріңіз та. Әне, айттым ғой, мен таңғытсың. Мені мүлдем ұмытып кетіпсің. Бәлкім Рюзгарға үйленген шығарсың. Я, мен науқастанып қалдым. Ал ол саған, жаным, мен әрқашан жаныңдамын, деді. Сосын саған қолдау білдірді. Әйтеуір барын салып оқуға қайта түсіріп сені адам қылды. Алқам жоқ. Менің алқам қайда? Мойнымда алқам бар еді. Алқам жоқ, алқам қайда, алқам? Тамер бей, қызымызды көрсек бола ма? Қайдағы Тамер? Тамер кім? Ай, бұл тағы да атын ауыстырыпты. Түрінде өзгерткен. Осындайда кино болды ғой, аты қалай еді? Айтқан сөзіне мән бермеңіздер. Травмадан кейін бұлай сандырақтау қалыпты нәрсе. Алқам жоқ. Алқам. Сосын таңғыт деген дәрігерді айтып жатыр. Егер отбасылық дәрігеріңіз болса, оны да шақырсаңыздар болады. Шақырмаймыз, керек жоқ. Жақсы, қырсықсыз болсын. Сізден бірдеңе сұрайыншы. Әрине, жүріңіз. Мен өлем бе? Маған шындықты айтыңдар, мен өлем бе? Пилошым, біз жаныңдамыз. Күнім, қызым, өлмейсің, қараш. Бәріміз сенің жаныңдамыз. Біз де осындамыз, Пилош. Енді сені жалғыз қалдырмаймыз, жақсы ма? Бұрын о дүниеге барып келгендер осы сияқты бірдеңе айтқан. Осылай бүкіл жақындарың жан жағыңа жиналады. Бәрімен жеке-жеке қоштасасың деген. Бюлент. Қайда? Мұндай маңызды күнде қалайша жалғыз қалдырды? Айтыңдар, өлерінде саған өкпелеп кетті дейіндер. Башак, пыш-пыш етіп не айттың дағы? Айтпайым, құпия. Анашым. Жаным, алтыным сол, жарығым. Құтылдық, жаным, құтылдық. Не болдырса? Ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы. Ақыры келдік қой, дәрігерге қарап. Жақсымын дедім ғой саған, топа. Қандай қырсық адамсың. Сен өзіңе қара. Қазір суретке түсіріп түріңді көрсетем. Қан қысымың көтерілді, дәрігерге қаралмадың. Қаралмайым. Жүр, Жүр. сыртқа шығып шай ішіп есімізді жияйық. Жүр енді. Өхлеме. Белен ханым, қан қысымыңызды өлшеуім керек. Дәрігер, мен толық есімді жинағанша бұл бөлмеге кірмеңізші. Әйтпесе өзіңізге жаман болады. Бола берсін. Ренжімесеңіз қолыңызды беріңіз. Сен көрінбегенге келмейді-ау деп қорықтым. Апаң уайымдап жүр екен. Ашуланама деп кірмедім. Жан. Сенан, саған бірдеңе айтуым керек. Менің алқамды алып қойды. Жаңасын аламыз. Тура сондай табылмайды ғой. Табылмай-ақ қойсын. Саған тиген зат әдем болып кетеді. Қалай қорқанымды білсең ғой, Белен. Сен еш уайымдама. Ол жайда істеген ісіне жауап береді. Сенан қойш, ештеңе істеме. Белен, саған бірдеңе бола ма деп жынданып кете жаздадым. Сен барда ештеңе болмайды.
Бұл енді не джип? Терезеге дейін қарамайтын шығар. Білмеймін ғой. Бәрі мінсіз болсын дедім. Ауа райын қарадың ба? Жаңбыр жауып кетпей ме екен? Мына ыстықта ма? Қайдан білейін? Белім ауырып кетті ғой. Әкел. Дұрыс. Ақ түс келген адамдарға жағымды әсер қалдырады. Ал қолдан жасалған су берегі 2 есе жағымды әсер қалдырады. Па шіркін. Бар ма? Бір-екеуін әкелсеңші шаймен. Ертең жейсің. Мұртын бұзбай ақ қояйын. Жарайды. Отырсаңшы. Не болды? Отыр. Міне қара. Балалардың бөлмесін бұлай безендіреміз. Кілемі мынандай болады. Түрлі түсті, қалаған кезде адамның көңілі көтеріледі. Сосын мынадай арбалар бар. Кішкене қымбаттау енді. Ертең жұрт күліп жүрмесін, не джип? Неге күледі? Қайта біліп жүрсін. Балаға қаншалықты құштар болғанымызды көрсін. Сондай әдемі екен. Апам емес пе? Жоға, тәтемен жарты сағат бұрын сөйлескем ескі шехерде. Картоп салатын әкелдім. Дереу бетін жауып тоңастықшқа сал, картоп тез бұзылады. Ал мұнда сарма бар. Әкел апа, өзім апарам. Хабажан, сен әуре болма. Жарайсың қызым. Келесі айтқа дейін терезе сүртпейтін болыпсың ғой. Не джиптің еңбегі? Бос уақытында келіп бізді күнде сүртіп кетші. Мәссаған. Мені ойламайсыңдар, жасы келген тәтеміз бар демейсіңдер. Ай, Хава, тоңазытқышты толтырып тастапсың ғой. Қанша адам келеді өзі? Білмеймін ғой, кем-кетігіміз болмасын дедім. Ай, сендерге бермегенде кімге береді? Ата-ана боласыңдар ғой. Сендерге айтар сөзім жоқ. Мейлі, Құдай саған да бала сүюді нәсіп етсін. Ай, қайдағы жоқты айтпашы. Мына жастан кейін кәрі қызды кім алады дейсің? Арасында келіп сендердің балаларыңа қарап көңілін алдар. Неге олай дейсің, апа? Мені де сүйетін жігіт бар шығар? Мені сүйетін жігіт бар дейді ғой. Енді Мералға неге олай дедіңіз? Оның қай жергем? Мақаламыздың қызы адал үстемген. Бұйырған болса жолығып қалар. Бұның көңілін көтереміз деп өтірік әңгіме айтпаңдар. Біреу алса осы уақытқа дейін алар еді ғой. Сен болашақты ойламайды екенсің. Ойласаң кешірім сұрар едің, менің обалыма қалдың аданалық жігіт. Мен ендеше бұлай істейін. Бәрімізге шай демдеймін. Я, шай демде. Шай ішейік. Бірақ тез келші. Қараптан-қарап, обалыма қалдың деген несі? Демек қатты реншіп қалған ғой. Төрем, мен біраз серуендеп қайтам. Қайырлы таң. Телефоныңның дыбысын өшіріп қойдың ба? Мен ғой, Мераль. Нөміріңді өшіріп тастадың ба? Қолың бос емес сияқты ғой, окей, өзің біл. 3 күнде ұмытсаң сөзім жоқ саған. Кеше ғана Мералім деп едің. Ой, қатты үйіп тастапты ғой. Демек, татуласуымызға сәл ғана қалған екен. Кеш болғанда хабарласқаным жөн болмас.
ұят болар. Мейлі. Әбден терледім ғой. Орамалым қайдет. Хавва, мынаны қара, бергел. Германиядан Сезай көкем әкелген шоколад қой. Апама қарай көр, қонаққа деп тығып қойған ғой. Біреуін алсаңшы. Аузымыздың суы құрыды ғой. Ай! Бұзылып кеткен бе, ашы ғой. Жоға, германиялық шоколад қой. Нағыз какао осындай болады. Біткен какаосы құрсын. Әр адамның талғамы әртүрлі болады ғой. Үстелге қойайық. Адамдар үйде бар екенін көрсін. Тасташ құдай үшін қалай жеп тұрсың, апашы ғой. Ай! Жоға, маған ұнады. Бір ерекше дәм бар екен. Мынау да күшті. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Күлмедің ғой. Түсінбедім. Ірімшікті дұрыс турамапсың деп те айтпадың. Көңіл күйім жоқ, Резгар. Не болды? Бәрі ретке келген сияқты еді ғой. Бәрі ретке келді, дұрыс айтасың. Пелин де жақсы. Қалғанын өзің білесің. Білмейм. Қазір маған ештеңе айтпайсың. Жайда маған ерегес Пелин емес тосты. Саған ерегіскеннен емес, ғашық болғаннан. Қалай сонда? Мен ұнатса Пелинге тиісу керек пе? Жынды екен ғой өзі. Ал жиын деп жүрген шығар. Жынды емес, жүрегі ауырады. Екеуі екі түрлі нәрсе. Резгар, не болса да оны кешіре алмаймын. Әсіресе мынандай жағдайда. Жарайды. Онда тым құрыса өзіңді кешіруің керек. Болды, өзіңді кінәлай берме. Айтуға оңай әрине. Деді, бірақ өте қызық екен. Қалай қашып едің, қайтадан айтшы, ұмытып қалдым. Ұмытып қапты. Осындай әңгіме естісе дереу құлағын тіге қояды, Сүхила тәте. Ай, шешесіне тартпаған екен, о біздің Симош ондайға мүлдем қызықпайды. Мен сұрақ қойдым, сөзімді бөлмеңдер. Бенгисужан, мен бүгін аузым жабылмай көп сөйледім. Сондағы айтқаның осақ па? Осақ па деп отырғаның қандай әңгіме екенін білесің бе, ханшайым? Сіз айтыңыз ұрсатта. Пелин тәтең кішкентай болғанда біз оны алғаш рет тең жағалауына апардық. Айналасында не көрсе бәрін сұрады. Апа, балықтардың үйі қайда? Күнге көлікпен баруға бола ма? Қанша күнде жетеміз? Ұйықтап жатып та сөйлеппін. Көп сөйлегесін жаман адамдар тастап кетті ме? Жаман болса да ол да адам ғой, жаным. Пилош тәтеңнің сөйлегеніне кім шыдай алады? Пилош тәтең оларға әлем газ бен шаң бұлттарынан құрылған деп миларын ашытып, адам мен хауадан бастап Синаннан аяқтаған шығар. Бірге ресторанда жұмыс істеді ғой, соны айтам. Әдем ағаны неге шақырмадыңдар? Пелин тәтені сол құтқарыпты ғой. Башакжан, мен саған Бенгисуды Хаканға тастап кетейік деп айттым ба? Айттым. Бенгисужан, уайымдама. Мен оған жеке алғысымды білдірермін. Алғыс білдіресің бе?
сол жігітті айтпай ақ қояйықшы, Пелин. Мына мен аузымды бітеп тыныш отырайыншы. Сөйт. Анашым, айтпай ақ қояйықшы дегенің ғашық болма дегенің сияқты ғой. Бірақ мынаны түсініп алыңдар. Синан барда маған ешкім тиісе алмайды. Көрдік, қызым, көрдік. Сол немеге үйір болғалы көрмеген құқайын қалмады. Әлгі қарақшылар бірдің естесе қайтерек. Екеуінде тір қоймасек. Әке саған Синан ұнаушы еді ғой. Бұрын ұнаған. Аз уақыттың ішінде сол жігіттің кесірінен көрмегенің жоқ. Шешең дұрыс айтады. Мен сендердің орындарында болсам, түсінер едім. Қаншама оқиға болды, бірақ мен бәрібір Синанның жанындамын. Одан бас тартпаймын, ол да менен бас тартпады. Жер көкке сыйғызбаған толғаларын той күні тастап кетті. Ал Синан мені тастап кетпеді. Мені сүйетіні соншалық, оның жүрегін қанша жараласам да кешіре білді. Сен сияқты қызды кім де болса тастамайды. Апа, мен сондай жігітті іздедім. Сендерді ренжіткім келмейді, бірақ бұл жағдайға үйренгендерің дұрыс. Өмірде мына үш нәрсеге берік боласың. Біріншісі, намысыңа. Мен осы уақытқа дейін намысымды таптатпадым. Намыстың арқасында жеттім, ешқашан берілмедім. Намыс, ол намыс. Намыс, ол намыс. Екінші, сатқандық, опасыздық жасамайсың. Жаныңдағы адам саған сенсе, қандай жағдай болмасын, оны қолдап, ар намысыңмен, абыройыңмен. Ант етем, командир! Үшінші, өмірде бір мақсатың болу керек. Мақсатсыз адам, желкенсіз қайық. Мысалы менің өмірлік мақсатым мәке болу. Яғни, бар болғаны баламды қолдап қорғау, жақсы көру, құшақтау, жанында болу. Тек жетістікке жеткенде емес, жеңілгенде де жанында болу. Қайтейін, маңдайымызға жазылмаған екен. Бұған да шүкір. Құдай бермесе қайтеміз енді. Өзіңнен туу міндетті мекен? Бала тапқандікі бола ма? Жоқ, баққандікі болады. Төртінші. Жылауға болмайды. Ер жігіт жыламайды. Батыр болады. Мәрт болады. Мен жыламайым. Не болды? Не жеп, сен кіммен сөйлесіп отырсың? Ау, Хавва. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз бе? О, Амансыздар ма? қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Қайда жүрсіздер? Қарнымыз ашқаннан шегім шырылдап кетті. Кіріңіздер, төрлетіңіздер. Хавва, көрдің бе? Қане, төрлетіңіздер. Пелин, сен де тым қатты кетпесеңші. Рахмет, қыздар. Сендер осылай дегенге олар өзінікін дұрыс деп ойлайды. Дұрыс па, бұрыс па деп жатқан жоқпыз. Сені де түсінеміз, бірақ сен де оларды түсін. Жағдайға қарасаңшы. Қарамайым. Жарайды, қарама, мен саған түсіндірейін. Сенің бір отбасың бар, ұқтың ба? Және отбасың сені жақсы көреді. Сен қиналсаң, олар да қиналады. Уайымдайды. Қорғай алмаса, өздерін кінәлайды. Қауіпсіздікте екеніне көздері жетпейінше ешқашан бақытты болмайды. Жарайды, не істейін? Қыздар, не істейін, айтыңдаршы. Олардың жан тыныштығы үшін барып Синаннан айырылсайын ба? Осы қызда ортасын ұстау деген ұғым жоқ ау деймін, саған айырылыс дедік пе? Айырылыспай-ақ қой. Мысалы, былай істе. Қазір Синанмен көп кездеспе, бәледен аулақ бол. Манағыдай дауыс көтеріп сандыраған Өте демек дұрыс айт. Олардың көзіне күйік қылмай, сездірмей, Синанның сені шын сүйетінін көрсетуге тырыс. Иә, мысалы, бәрің бірге отырғанда телефоныңды алып, ой, Синан, сен болмасаң, бұл қолымнан келмес ет деп тұрып кет. Яғни сенің өміріңді өзгерткеніне сенімді болсам. Ей, тоқта, қазір емес. Мұның бәрі Джейданың кесірінен болды. Ай, Пелин, саған адам сияқты ақыл айтып тұрмыз ғой, тыңдасаңшы. Жоқ, ол менен оңайлықпен құтылмайды. Мен оған көресін көрсетем. Ой, жынданды. Бұл қыз жынданды. Ырза ата,
бірдеңе айтсам бола ма? Бірақ ренжімейсіңдер. Айта қой қызым, ренжімейміз. Мен ертегілерден оқығам. Кейбір ханшайымдардың әкесі анасы жігіттерін ұнатпайды екен. Бірақ соңында бәрібір тұрмысқа шығады. Сөйтіп ата-анасы да қызының өміріне риза болады. Басында қанша наразы болса да. Бірақ шын өмірде ата-аналар қыздарын әдейі ренжітпейді ғой. Ертегілер өмірден алынған, яғни шын өмірге қарап жазылған. Атана, перзентім жыламас екен дейді алтыным. Сендерге қарап мен қорқам. Мен өскенде әкем мен апам дәл осылай істесе ше? Біз Пелин тәтеңе жамандық ойламаймыз ғой, Бингисужан. Адамды сүйгеннен айыру жаман нәрсе. Біз Пелин тәтеңді қорғағымыз келеді. Пелин тәтем өзін-өзі қорғай алады. Жаңа ғана айтты ғой, жамандардан да қорғанады. Әдем аға жаман адам емес, оның жымиып күлгеннен көрініп тұр. Ырза, бұл Синан деген жігіт қызымызды тағы ренжітсе, мен де көтере алмайым, Пелин де көтере алмайды, ескертіп қояйын. Бір амалын тап. Мен ол мәселені түбегейлі шешем, сен уайымдама. Ай қыз, Хейдош, кел. Ай, Севинчтер жаңа үй алыпты, 100 мыңға алыпты. Ай, ақшам жоқ деп жылап жүрет. Мен 500 мың деп естедім ғой. 4 бөлмелі ғой, е? Я. Апа, ол қалай 300 мың болады? Мен қайдан білейін, мен 1000 лирадан артық ақшаны санай алмайым. 5 триллион қандай, 1000 лира да сондай маған. Хафиза тәте, Хаввалардың үйіне біреулер кіріп кетті. Кім екен білмейсіз бе? Иә, Мераль ханым тыңдап тұр. Алло, жарайды, ашыл екеніңді түсіндім. Енді бірден Мераль ханым болып шықтың ба? Сүбәйір бей, сіз бедіңіз. Нөміріңізді өшіріп тастап ем, бөтен біреу деп қалдым. Мен бейтаныс адамдармен сөйлеспейтін едім. Бірақ бірден нөмір өшіру деген сен сияқты ханымдарға мүлдем жараспайды. Сізге кім ақыл айтып жүр, барып сонымен сөйлесіңіз. Өйткені менің хабарламаларыма соның ақылмен жауап бермегенсіз. Оның не? Мен кімнен ақыл сұраппын? Алдымен сұрасаңшы, неге жазбадың? Қандай бәлеге душар болдың деп алдымен сұрамайсың ба? Не болды, яғни не мәселе? Қандай бәлеге душар болдың? Төремнің қызы Пелинді ұрлап кетті ғой. Рас па? Сондай жағдай болғасын, біріміз ауруханаға, біріміз полицияға жүгірдік емес пе? Бәрі тамаша сияқты. Иә, үйлеріңізде бір бала асырауға барлық жағдай жасалған сияқты. Жоқ, ылғал бар. Үйде зең басып кетеді. Шын айтам, жаз бітсе, төбеміз қандай болатынын білесіз бе? Қап-қара. Жоқ, өткен жылы апам жөндетті емес пе? Қойш сен де. Шалапыла істеді ғой. Сендер қасында жүрмедіңдер ғой. Сосын жатын бөлмемізді бала бөлмесі қыламыз, яғни қазірше ешқандай мәселе жоқ, сонда да сақ болуымыз керек. Жап-жарық күн сәулесі түсетін бөлмеміз бар, е? Апам беріп қояды деген. Не чип, не болды? Үйде сіздерден басқа біреу тұра ма? Қағазда жазылып тұр ғой. Енеміз бізбен бірге тұрады. Қайненем. Бірақ қайнене болғанмен сондай сүйкімді, сондай мейірімді. Яғни, туған анамнан көрмеген жақсылықты содан көрдім. Өте жақсы адам. Білетін шығарсыздар. Кокос пальмасы. Сырты жаман болғанмен іші дәмді ғой. Ол кісі қайда, көруге бола ма? Көре алмайсыз. Ол кісі білмейді. Ескі шехерде. Бізбен бірге болғысы келген, бірақ аяқ астынан тәтем ауырып қалғасын. Сауығып кетсін. Не? Тәтем бе? Тәтеме не болды? Бағана сөйлестік, сап-сау еді ғой. Не чип? Қонақтарға шоколад берсеңші. Қолыңыз дерт көрмесін, тамағыңыз керемет. Қойш сен. Түк қоймай жеп алдың, ештеңе айтпадың, анықтап ештеңе айтпадың ғой. Сонымен бересіңдер ме? Біз не алатын едік? Сіздерден кешірім сұрайым, негізі менің күйеуім мұндай емес еді. Не болып қалды? Мен не істеп қойдым? Не істедім? Мен бір сөзді адаммын. Кете берейік. Жоқ, жібермеймін.
Сен алар емеспін. Бұл жайдада не күтсем де мафиямен байланысып адам ұрлайды деген үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Ант етейін одан күтпедім. Ой алла, бұл не деген қыз өзі? Қыз? Кім мафиямен жұмыс істепті? Сен кіммен сөйлесіп тұрсың? Менен тығылап. Апа, Зүләл хабарласты. Сұмдық жағдайлар бопты ғой құрсы. Хидаятта кетіп қалды, осында болғанда ғой. Апа, Джейда Пилинді ұрлатыпты. Не? Иә. Масқарай, өлтіріп пе? Ой, жоқ апа, ондай қаныпезерлікке бармаған, бірақ қызды тауыпты. Онда тоқта. Алдымен хабаларға барып, анық-қанығын білейік. Хабаға шай қойғызайық. Жүр ғане, жүр. Еш қайда жібермейм. Одан да мынаны айтшы, қара. Мен қандай жігітке құсайым? Алдымен сен айт, сосын мен айтам. Адамдарды бір көргеннен таним. Таксиспін ғой, кәсіптік деформа. Түсінікті. Мен қазір келем. Алла разылығы үшін кетіп қалмаңыздаршы, жақсы ма? Жесеңдерш, мұнаның дәмін көрмедіңдер ғой. Охо, сендер ұйықтап отыра беріңдер, анау Джейда деген сұрқияларын Пелинді алып қашыпты. Һәм мафиямен байланысы бар екен. Сосын Синаны іздеп жүріп орманнан тауып алыпты. Хафиза тәте қазір оны айтып тұратын уақыт емес. Тоқта айта берсін. Сенің қатағы не бопты? Пелинге не бопты? Синан кім, Пелин кім? Олар да осы үйдің адамдары ма? Жоқ, оның мүлдем қатысы жоқ, маңызды емес. Ай, Хава, қалай маңызды емес? Тыңдаңыз, мен сізге айтып берейін. Синан деген жігіт Хавва сіңілімнің інісі. Ал Пелин болса, Пелин деген қыз Синанның көңіл жарастырып жүрген қызы. Түсіндіңіз ғой, я? Бірақ осыдан біраз жыл бұрын жігітіміз осы қыз үшін өзіне қол жұмсамақшы болды. Бірақ Құдайдың кереметі ғой, ештеңе болған жоқ. Аман қалды, шүкір. Түсінбедім. Отбасыда суицидке бейім адам бар ма? Жоқ, ол баяғыда. Бейім болса жақсы, өзін өлтірмекші болды ғой. Оны бір қыз құтқарды, атөр үзгәр. Түрін көрсең, ұсқынсыз, бойы сорайған біреу. Хафиза тәте. Апа, тоқта, шатастырма, өзім айтам. Былай. Бірінші, Синан Пелинді алып қашты. Сосын Мириха тәтенің Синанға әперем деген қызы мафиямен келісіп, байғыз Пелинді қайтадан алып қашыпты. Сұмдық емес пе? Айтсаңыздаршы. Жетер. Тоқта, Мерал. Су беріңдерші, жүрегім айнып кетті. Сен мұнда келші, қане. Кел. Мені шақырды, кетіп қалма, қазір келем. Не істеп тұрсың? Әйелім қарап тұр. Ай, мынау ішіп алған мас қой мынау. Мен де иісін сезбедім. Жоқ, мырза, менің күйеуім ішімдікті аузына алған емес, ант етейін. Өтірік айтып ант етпе. Бір рет ішіп үйге жете алмай қалғам. Қашан не жеп? Оны айтпау керек біт. Маған болмайды. Мен бір жұтымнан ақ мас боп қалам. Ойбай! Тоқта. Ай, не жеп ішпеген екен? Ликер қосылған шоколад жеген екен ғой. Ойбай, Құдай, ақымақ басым-ай, Германиядан келген шоколад қой мына. Сезай жіберген ғой. Бірақ керемет шоколад екен. Мен өмірімде мұндайды жеп көрмегем. Сіздер кешіріңіздерші, менің күйеуім алкогольді иіскесе мас боп қалады. Байқамай бүкіл шоколадты жеп қойған ғой. Неше күннен бері сіздерді күтіп жүрміз. Нежип мына терезелерді өз қолымен сүртті. Біз шынымен Насырның ата-анасы болғымыз келеді. Тағы бір рет келіңіздерші. Иә, келіңдер. Тағы бір рет келіңдер. Қазір мен шоколад жеп қойдым, бірақ Сезайға айтамыз, тағы да бір қорағын жіберсін. Енді не айтарымды білмеймін. Тыңда, қызым, бұл не жеп? Синаның ресторанының ақшасын жымғырып, Қытайдан алдырған дамбалдарды саталмай тақырға отырды. Ол аздай ресторанды құрта жаздады. Хафиза тәтене айтып тұрсыз. Бір ұрлыққа қатысып басы бәлеге қалды. Жүрген жеріне шөп шықпайды. Бірақ осыған дейін аузына шімдік алған емес, ешқашан. Жақсы тәте, біз бәрін түсіндік. Енді кетейік. Ай, мынау дұрыс болмады, сіздер дұрыс түсінбедіңіздер. Бұлай істесекше біз қайтадан барып өтініш берсек қайтеді? Қазір ештеңе айта алмаймыз. Мұны өз арамызда талқылап, сізге хабар береміз. Тағы да кешірім сұрайым.
Кешіріңіздер. Ай, Неджибай. Бәрін бір қоңыраумен шешіп тастадым. Сейет, мені сүйеді екен. Сүймесе, бірден ашу басылып, жұмсармас еді ғой. 15 рет қатарынан қоңырау шалтты. Я, телефонда да, шынай өмірде де келіскен жігітсің ғой. Сені сүймегенде кімді сүйет, Зиво, сөзім жоқ саған, жарайсың. Бұйоғлада кезерсің, көздеріңді сүзерсің. Ах, бұйоғлада кезерсің, көздеріңді сүзерсің. Сөзді күтіп тұр едім, төрем. Көрдік қалай күткеніңді. Төрем, пелин табылды деп қуанғаннан жүрегім жарылардай болып, соның әсерінен осылай мәз боп, ән айтып дегендей, енді өзіңіз Сен ғашық болып қалдың бе? Түсінбедім, төрем. Түсінбейтін түк те жоқ. Жауап бер, ғашықсың ба? Жоқ, төрем, оны қайдан шығардыңыз? Мен жай өзіммен өзім әндетіп жүрмін. Жігітім, неше күн болды ауада қалықтап жүрсің, саған бірдеңе болған. Жоқ, бәрі жақсы, төрем. Ауа райынан шығар, менде бәрі жақсы. Мен жақсы емеспін, Зүбәйір. Жағдайым нашар. Тыныштық па? Не болды, төрем? Мен саған Пелинге бас көз бол деген жоқпын ба? Төрем, өзіңіз де білесіз ғой. Мен басқа адамнан күдіктеніп, енді... Оны білем, одан кейінгісіші. Саған бұл қызға бас көз бол деп айттым ба, айтпадым ба? Не болды? Тура есік алдынан алып қашты. Дұрыс айтасыз, төрем. Қарбалас кезінде ештеңе демедім, Зүбәйір. Бірақ осының бәріне қатты ренжіден біліп қой. Енді сақ болам, төрем. Енді қайталанбайды. Қайталанбайды, әрине. Қайталанып көрсін. Мен мұны ұмытпайым. Енді кәрі кешірмейім. Көп болады, төрем. Дайын болсаңыз кеттік пе? Кілтті бер маған, өзім кетем. Қалайша, төрем? Соны шопырлығыма да сенбейсіз бе? Жа болды, қорықпа. Біраз көлік айдап, ойын бөлінсін, әкел. Енді бұл жерден шыға алмайсың. Көрерміз. Жайда, сен мені қорқытып, Синаннан айыра аламын деп ойладың ба? Ресторанды қайтарып алсам болды. Бір жол айырылысып кетпесеңдер де, қаржылық мәселе, әке-шешеңнің қарсылығы бар дегендей. Мен ұрлап әкетуді жөн көрдің бе? Пелин. Тыңда. Мен Синанға ғашық болдым. Я. Бірақ ол жанымнан ардақты емес. Ешкім жанымнан ардақты емес. Яғни сендерді айырылыстыру үшін бір күнге болса да түрмеге түспесем, маған бостандығым қымбат. Мен олай ойламайым. Мейлі, мені жазғыруды қоймасаң, өзің жеңілесің. Сенде кімнің не ақысы бар екенін білмейм. Жауың сыртта жүр. Сенде шаруам жоқ. Жайда, сен осы сөздеріңмен мені алдайым деп ойлайсың ба? Сен істемесең кім істет, білмейм. Синанды екеумізден де артық жақсы көретін біреу бар шығар. Бұл енді менің мәселем емес. Сенің мәселең. Ұзын сөздің қысқасы, мұны мен істеген жоқпын. 46-шы бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.